Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, сіздермен бірге мен. Жұманың таңы берекелі болсын, мүбәрәк болсын. Алла зейіндеріңізді ашып, тілеген дұға тілектеріңіздің барлығын Аллам қабыл етсін. Хайырлы, берекелі болсын дегім келеді. Сіздерге бүгін өте бір маңызды, өте бір құнды ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Сіздердің жалпы біздің Алладан сұрағанымыздың барлығын әрине шүбәсіз Алла беруші, Алла барлығын береді, Алла барлығын қабыл етуші. Өйткені бізді Алла тағала солай жаратқан, Алла тағала өзі айтқан, бәтеңкеңе бау керек болса да менен сұра деп. Көрдіңіз бе? Сондықтан Алладан барлығын сұраудан ұялмаңыз. Сұрағаныңызды міндетті түрде береді. Бірақ Алланың берген кезінде мына сөзге сақ болыңыз. Әйтпесе сіз сұраған дүниеңізге қарыздар болып қалуыңыз мүмкін. Аяқ асты қарызға кіріп, борышкер болып қалуыңыздың себебі сіздің төп санаңыздағы ойларыңыздың таза болмауынан екен. Бұған келісесіз бе, келіспейсіз бе білмеймін. Моральный ойыңыздағы қарыздар сіздің бір күндері өміріңізде материальный қарыздар болып қалуы мүмкін. Сондықтан осы ойды өте жақсы жүйелі түрде осы ойдан сақ болыңыз. Сөзіңізге, ойыңызға фильтр қоюды үйреніңіз деп мен сізге айтып жүрмін. Жалпы кез келген дүние ойдан сапалы өмір сүреміз бе, жақсы өмір сүреміз бе, оның барлығы біздің ойдан. Әрине сіз әдейі емес, бірақ саналы түрде түп санаңызда сізде мынандай установкалар болатын болса, қарызгерлікке сіз ұшырайсыз. Сондықтан мына ойдан, мына сөзден айтар кезде сақ болыңыз. Сіз бір күндері бір ақша туралы, бір дүниелер туралы Алладан сұраған болуыңыз мүмкін. Алла тағала әрине беруші, ол шүбәсіз береді, сұрағаныңызды бәрібір береді. Қайталап айтамын. Сондықтан сізге біреу көмектесуге, немесе бір мұқтажыңызды ашуға, бір мәселеңізді шешуге аяқ асты біреу келіп қалды деңіз. Допустим, сіңіліңіз, қайныңыз, бауырыңыз, білмеймін, досыңыз біреу келді де сізге сыйлық әкеліп берді. Немесе сіз қатты мұқтаж болдыңыз, сол нәрсе алдыңыздан шығып қалды, біреу сізге беріп қалды. Сіз қатты қуанып кеттіңіз де сіз айтасыз, Алла разы болсын деп емес, ой, рахмет, Алладан қайтсын деп. Алладан қайтсын деген сөздің артында, переводында мынандай нәрсе бар екен. Мен саған қарыз болып қалдым ғой. Мен енді қалай саған қайтарсам екен? Мен саған қайтара алмаймын, саған Алла қайтарсын деп. Ал Алла қайтарсын деген сөз, Алла ол қарыз болғысы келмейді ғой саған. Сондықтан автоматом сен қарыз боласың. Өйткені ойыңмен тартып тұрсың. Сондықтан Алладан қайтсын емес, Алла сізге разы болсын деп айту керек екен. Сондықтан не ойлап жүрміз, ойымыз қандай, түп санамыз қалай, өзімізді зерттейік. Сұраған кезде де дұрыс сұрайық. Алла берген кезде, бергенді де дұрыс қабылдап үйренейік. Сондықтан барлықтарыңызға Алла разы болсын. Бай қуатты болыңыздар, бақытты болыңыздар. Пайдалы болды деген ойдамын. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әрқашан құнды ақпараттермен бөлісіп тұрамын. Көріскенше аман сау болыңыздар.